Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін сіздермен кезектегі жаңа рецепттеріміздің бірі баклажандарды ерекше әдіспен енді бір кереметте ерекше дәмді етіп пісіретін боламыз. Видеоны өткізбей соңына дейін қараңыздар, міндетті түрде бір жасап көріңіздер. Ол үшін бізге мына 2 баклажан керек болады. Баклажандарды міне тек қана артық мынандай жерін алып тастаймыз. Қалған жеріне тиіспейміз. Жақсылап жуып тазалап алған соң осылай 2-ге бөліп аламыз. Баклажандарыңыз неғұрлым үлкендеу, томпақтау болса, соғұрлым жақсы болып шығады. Мен де енді үйдегі бар баклажанмен жасап жатырмын. Осылайша кішкентай қасықпен ортасында етті жерін алып шығамыз. Бірақтан таста жерге асықпаңыздар. Қазір видео барысында түсінесіздер. Міне осылайша барлығын тазалап шыққан соң енді көз мөлшерімен тұз сеуіп шығамыз. Сосын мынандай кептірілген паприка. Менде паприкаға кәдімгі болгарский, кептірілген болгарскийді араластырылған. Сондай түрін тапсаңыздар, өте керемет. Болмаса жай паприканы ғана қолданыңыздар. Тұздан кейін паприка сеуіп шықтық. Сосын кәдімгі сұйық маймен осылай барлық жеріне тұз бен паприканы араластырып, осылай маймен барлық жеріне тигізіп жағып шығамыз. Міне барлығына жағып болған соң, енді бұны бір шетке алып қоямыз. Тұзы сіңіп, әдемі болып тұрады. Оған дейін ішіне салатын салмамызды дайындаймыз. Ол үшін бізге 1 штук помидор жеткілікті. Осы помидорды майдалап турап аламыз. Сосын осындай 3 штук сарымсақ, оны да майдалап турап аламыз. Енді бізге қажет болады 100 грамм сыр. Сырды осылай үкіштің майдалау жағымен өткізесіздер да. Мінекей. Осынша көлемде болып шығады. Бағана помидор мен чесноктың үстінен саламыз. Сосын мінекей. Бағана баклажанның ішінен шыққан етті жерін енді бұны да ұсақтап майдалап турап шығамыз. Міне үлкенде ыдысқа салдым. Қазір осының барлығын қосып араластыратын боламыз. Енді көз мөлшерімен тұз қосамыз. Қаласаңыздар қара бұрыш қосыңыздар. Мінекей қара бұрыш шамалып қостым да, бағана паприкадан аздап қана қостым. Оған 2 ас қасықта қаймақ немесе майонез салыңыздар. Өздеріңіз қалауларыңыз бойынша. Мен қаймақ қолдандым.
Енді дайын болған салманы осылай тұзы сіңіп тұрған бағанағы баклажанға салып шығамыз. 2-3 ас қасықтан кетеді ғой. Міне, қатты толтырып жібермеңіздер. Осылай үстін тегістеп басып қойыңыздар. Міне, салып алдық. Енді осыған жұмыртқа қарайсыздар, қанша жұмыртқа кетеді, соған қарай салып шығыңыздар. 2 немесе 3 жұмыртқаны араластырып салсаңыздар болады. Сосын үстіне тағы да жұмыртқаға тұз септім аздап қана. Сосын бағана сырдан аздап алып қалғанмын. Енді сол сырдан әдемілік үшін осылай 2 шеттеріне қойып шықтым. Қаласаңыздар тағы да бетіне помидор қойсаңыздар болады. Сосын укроп, петрушка себуге болады, өздеріңіз қалағандай етіп сәндейсіздер бетін. Енді міндетті түрде біз пештің листіне осылай пергамент қағазын төсейміз. Себебі астына жабысып қалмау керек. Міне, енді осын 180 градуста 40 минутқа пешке салып пісіріп аламыз. Міне, 40 минуттың ішінде осылай пісіп шығады толықтай. Барлығы жұп-жұмсақ, өте дәмді ас болсын.